сөз кезегі өзіңізде. Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Керемет шырайлы көктем мезгілінен 8 наурыз мерекесімен қарсаң келіп отыр. Сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Ана бақытын тілеймін, әйел бақытын тілеймін, отбасыларыңыз аман болып. Өзектілігі қазір өскелең ұрпақтарда құндылық өзгеріп кеткен, өздеріңіз білесіздер. Сол, яғни олардың іргетасына болашағы үшін рухани ұстанымының, рухани құндылықтың маңыздылығын көрсету. Бағдарламаның негізгі ерекшелігі осы логотерапия арқылы мектеп оқушыларына бір-біріне қолдау көрсетуді. Әріптестер презентациясы бар ма? Бар, жібереміз. Жаңа бағытпен танысып, жаңа деңгейге көтеріледі. Сіздерге көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Иә, көрмедім. Жоқ, көрініп тұр ма экранда сіздерге? Шыққан жоқ, иә. Жоқ, көрініп тұрған жоқ. Көрініп тұрған жоқ? Қалайша көрініп тұрған жоқ? Біреулер естіді, біреулер естіген жоқ. Бұл жерде оқушылардың өмірге деген көзқарасын зерттеу, оқушылардың эмоционалдық күйін зерттеу. Жаңалық бұл жердегі осы логотерапияны мектеп өміріне енгізу арқылы оқушылардың аутодеструктивті мінез құлқының алдын алу. Бұл жерде топтық тренинг, дәрістер, жаңа форматтар, әртүрлі релаксация, эссе, әртүрлі ұлттық құндылықтарымыз пайдаланылады. Бағдарламаны жүргізу барысында бейнероликтері, кино, аңыз әңгімелер пайдаланылады. Сонымен бірге бұл бағдарлама 17 сағаттан тұрады, 5 бөлімнен тұрады. Оның ішінде бірінші, өздеріңіз ең бірінші эксперимент жасалынды, 10-13 А және 10 А сыныбына жалпы олардың өмірге деген құндылықтары туралы пікірлерін білу мақсатында сауалнама алынған болатын. Зерттеу объектіміз бізде 10 А сыныптары. Мына жерде көріп отырсыздар, адам неліктен өзіне қол жұмсайды деген жерде көбіне қарым-қатынас, көңіл жетіспеушілігі деген. Өмірде мақсат жоқ, психикасы бұзылған деген сияқты сауалнамада көрсеткен. Өмірдің мәні неде деп ойлайсыз деген сұраққа ақша, атақ, материалдық құндылық деп 70 және 63% көрсеткен. Ал 30 және 37% сүйікті іс, жауапкершілік, рухани Тақырыбында Тойбазарова Самал Сәкеновна 208 мектеп гимназия педагог-психолога, педагог-зерттеуші санатындағы сіздерге авторлық бағдарламасын таныстыратын болады. Ең бірінші мағынаны білдіреді. Яғни мәнді табу, рухани құндылыққа қарай бағыттайтын ғылым бұл. Бұның негізін қалаушы Франко болып табылады. Бұл жерде ең бірінші курстың мазмұнымен таныстырамыз, логотерапия туралы ұғындырамыз оқушыларға, одан кейін дерефлексия әдісі және парадокс интенциясы әдістерін таныстырамыз. Бұл әдістер, мысалы, дерефлексия әдісі арқылы оқушылар өзінің проблемасын, уайымын шамадан тыс болған жағдайда соны уайымынан басқа нәрсеге ойын аударады. Сол кезде оның уайымы, жаңағы бойындағы депрессиясы азаяды деген мағынаны білдіреді. Мысалға, 9 сынып оқушысы емтиханға алдында қатты уайымдайды. Соның уайымын азайту үшін біз оның ойын жаңағы емтихандағы сол белгілі бір қызықты тақырыпқа қарай аударамыз. Сол мезетте ол уайымын емес, сол қызықты тақырыпты ойлай бастайды. Мысалға, солай оны түсіндіреміз және бұл эксперимент жүзінде тәжірибеден өткен. Және ары қарай бақытты аңсау киносына талдау жасаймыз. Кино талдау бұл оқушылар үшін өте қызықты. Бұл жерден сіздер басқа да киноны ала аласыздар. Рухани құндылыққа толы киноны таңдау керек. Одан кейін ән терапиясы. Өздеріңіз білесіздер, тек қана бұл жерде ән айтып қоймайды, сонымен бірге оны талдайды, оның сөздеріне мән береді. Бұл енді бастауыш сыныптарда ғана музыка пәні өтіледі. Бұл жерде бір тақырыпты біз әдейілеп тұрып ән терапиясына бөлдік. Келесі күндік, апталық, айлық жоспарым. Бұл оқушылар үшін өте маңызды. Айлық, апталық жоспар құрып, қазірден үйрену. Одан кейін смарт мақсатты құру. Смарт мақсаттың ерекшелігі бұл жерде күні, уақыты, нақты өлшенетін қолжетімді мақсаттарды қояды және соған қалай жететіндігін оқушылар бөлісетін болады. Одан кейін өмірдің мәні туралы сөйлесейік. Тренинг болады, аңыз әңгімелер талдау, менің өмірім туралы кино. Бұл жерде оқушылар өз өмірінен шағын ғана болашағын және бүгіннің өткенін шағын бейнероликпен түсірсе болады. Ең соңғы семинар «Мен өмірді сүйемін» деп осылай семинар тренингпен қорытындылаймыз бағдарламаны. Жалпы мінекей оқушыларымыздың біздің іс тәжірибеден өткен